десе, не деген халық, не деген ұлы халық деп таңғалады екен. Одан бері Асан Қайғы бар, Шалкиіз, Дулат, Бұхар, Төле, Қазыбек Әйтеке, одан бері Сүлеймен Бақырғали, одан бергі жәнегі біздің Абай, Шоқан, Ыбырай, Сәкен, Ілияс, Бейімбеттер, қазақ халқындағы ғұламалардың мұралары. Бұның бәрі бекер нәрсе емес. Сол негізін қалай сақтаймыз? Ал енді бүгінгі заманда, кешегі заманда бәріміз мақтанамыз, бәріміз шаттанамыз. Ал енді бүгін неге елбасы ағылшынша үйренді деп жатыр? Мен бірінші болып латын әліппесінің авторы болдым, ең бірінші болып. 2008 жылы осында мен жазған ана кітабымда ішінде латын әліппесі қалай жазылған туралы 2008 жылы шыққан осында бөлімдер бар. Міне латын әліппесі өзі шыға кетті мінекей. Мына жерде тақырып тұр, қазақ әліппесі деп. Бұл нені көрсетеді? Әрине қазақ тілін сөйлеп, қазақ тілін үйрену деген ол проблема болып бара жатыр. Бірақ біз кейде тиісеміз, неге орысша сөйлесің? Мысалы, қалаға барсаңдар, мектепте қазақша сөйлеп тұрады да, далаға шығады да орысша сөйлеп. Сонымен неге олар орысша сөйлейді? Сөйтсек, қазақша, ағылшынша сөйлейтін балалар біреу құрбан болу керек екен да, сол сөйлеу керек. Олар үйтіп сөйлемесе, біздің тіліміз, мәдениетіміз солар